Психолог, мен әрдайым айтамын, айыптаушы, кінәлаушы, бір прокурор, жазалаушы емес. Сен андайсың, сен мұндайсың, сен оңбаған, неге өйстесің, ұрыспайды. Қорықпаңдар, келе беріңдер. Ер азаматқа күйеуіңе көмектеспеуің керек, оған артық ақшаң болса бермеуің керек. Күшті қымбат сыйлықтармен бөлісіп жатқан әйелдер көбісінің жеке өзінің ешқандай дүниесі жоқ. Күйеуі машина алып береді, сыйлайды, бірақ машина анасынан. Ұнамайды ма кәсіпкерге шық? Кәсіпкер сені алса, конечно. Әйелінің психологқа барғанын құптамайтын және жібермейтін ер азаматтарға не дейсіз? Бұл түбегейлі комплексі бар ер азамат. Психологтардың, коучтардың көбеюімен ажырасу қоғамдағы көбейді деген пікірге не дейсіз? Әйелді ұру дұрыс емес. Не болды? Ұрып қарым-қатынас құрып жүрген қаншама отбасы ажырасу керек болды. Бізге шөп салу мәселесінде ер азаматтардың жауапкершілігі жоқ болуынан ба, не себепте? Изменаның барлығы нәпсі құмарлықтан. Әкесіз өстім, одан кейін мен қиналдым, одан кейін әкемді іздеп таптым, бірақ ол мені керек еткен жоқ. Сізді әкеңіз тастап кеткен болса, іздемеген болса, қарамаған болса, оған сіз кінәлі емессіз, оған сіз жауапты емессіз. Әкелерді іздеудің керек жоқ. Армысыз құрметті көрермен, бүгін Ұждан жобасының кезекті шығарылымы. Бізде қонақта еліміздегі үздік мамандардың бірі, отбасы академиясының негізін қалаушы, еліміздегі номер 1 отбасылық психолог Ержан Мырзабаев. Ержан Мырза, әкелер алаңына қош келдіңіз. Саламатсыздар, қош көрдік. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Өте қуаныштымын. Жалпы әкелерге байланысты әртүрлі жобаларды үнемі қолдауға тырысамыз. Рахмет шақырғандарыңызға. Ержан Мырза, бүгін біз ер азаматтардың, әкелердің қоғамдағы, отбасындағы жауапкершілігі және олардың жай-күйі туралы әңгімелесеміз. Жалпы бізде қоғамда мынандай пікір бар, психологтарға әйел адамдар көбірек жүгінеді деген. Енді онымен біз келісеміз, дегенмен қазіргі соңғы уақыттардағы көрсеткіштерге сәйкес ер азаматтардың психологқа баруы көбейді ме? Ер азаматтардың психологқа баруы жылдан жылға сайын көбейіп бара жатыр. Даже өте қарқынды түрде көбейіп бара жатыр деп айтақ болады. Еш күтпеген региондардан, еш күтпеген өңірлерден хабарласып жатады. Мысалы, оңтүстіктен, батыстан, мысалы, Маңғыстау, Түркістан облысын, ауылынан бір жерінен хабарласып, маған психолог керек еді деген сияқты. Кейбіреулердің әйелдері жетектеп алып келеді, оны шын ашық айту керек. Кейбіреулер тікелей өздері хабарласады. Әйелмен проблема болды, түсіне салмаймыз, бірақ отбасыда бақытты болғым келеді. Не істеймін, не істеу керектігін білмеймін. Сөйтіп әйелім айтты, сізге бару керек деп, жеке өздері хабарласып шығып жатады. Енді Астана, Алматы сияқты өңірлерде, қалаларда бұл қалыпты жағдай, адамдар жалпы келеді, қатысады, психолог деген бір түсінік пайда болып жатыр. Бірақ өңірлерден де жиі хабарласып, әртүрлі мәселелер бойынша кеңес алып жатқан қуантады. Бұрын кездері бұл мәселе бойынша мүлдем мән бермейтін едік, аңғармайтын едік, күтпейтін едік, бірақ қазіргі таңда көбейгені әрине ерекше қуантады бізді. Біздің Инстаграмдағы бір видео болған, біз салған. Сонда ол жерде мынандай мәтін бар да, әке де шаршайды, әке де жылайды, оны ешкімге білдірткісі келмейді, ол қиналады деген сияқты. Сонда көп ер азаматтар пікір жазды. Біз айта алмаймыз шынымен де деген сияқты. Енді осыған қарап біз ер азаматтардың да басында мәселе көп екенін байқаймыз. Енді өзіңізге ең жиі қандай мәселемен барады алдыңызға? Ең көбі, енді біз отбасылық психолог болғаннан кейін көбінесе әйелмен қарым-қатынас проблемасы үшін келеді. Әйелдің психологиясын түсінбеу, әйелдің эмоцияларын түсінбеу, әйелдің ішкі жан дүниесін түсінбеу проблемасымен келеді. Әйелмен жиі ұрысып қалады, кейбір нәрсе сұрайды, мен неге екенін түсінбеймін, білмеймін, неге болып жатыр. Мен кейбір әрекеттерді істеймін, немесе істемеймін, әйелім соған ренжіп жатады, мен қай жерде дұрыс істемей жатырмын деген сияқты сұрақтармен көбінесе келеді. Ал бірақ сіздің айтып жатқаныңыз, ер азаматтар да шаршайды, мұңаяды деген, ол шынымен рас. Біз ер азаматтарда андай бір әке асқар тау деп мысалға сондай бір түсініктер қалыптастырамыз ғой. Негізі тау деген кезде как будто бір жансыз тас қатып қалған суық бір нәрсе елестейді. Бірақ ол қаншалықты асқар тау болғанмен, ол адам, ол еттен, сүйектен, жаннан, рухтан жаралған, эмоциялары бар, сезімдері бар. Тек әйелдер сияқты ашық, еркін жеткізе алмау мүмкін, көрсете алмау мүмкін. Әйелдер сияқты эмоцияларына ерік бермеу мүмкін, бірақ ер азаматтар адамға тән бүкіл эмоцияларды сезінеді, іштен өтеді, көреді.
яғни эмоциясыз адам болу мүмкін емес. Эмоциясыз адамдар басқалардың қайғысын, мұңын, қуанышын, ренішін сезіне алмайтын адамдар бұл психологиялық ауытқу болып табылады. Ондай адамдарды емделеді. Мысалға, маньяктардың көбісі басқалардың сезімдерін сезіне алмайтын адамдар. Сосын спокойно өлтіре береді, соя береді, қинай береді. Оны не сезініп жатқанын білмейді да, оған бәрібір картошка кесіп жатыр не, адам сойып жатыр не, бірдей болып келе береді. Одан тыс, еркек болсын, әйел болсын, барлығы адамға тән эмоцияларды сезінеді, басынан өткізеді, белгілі бір қиындықтарға да тап болып жатады. Сол үшін ондай үрдіс бар. Мен ол жағынан ер азаматтарға қолдау білдіру керек деп ойлаймын. Негізі мынау әкелер, бізде елімізде әкелер одағы бар мысалға, олардың да көтеріп жатқан мәселесі тек қана ер азаматтардың жауапкершіліктері, міндеттері емес. Сонымен қатар ер азаматтардың қазіргі қоғамда қажеттіліктері, психологиялық тұрғыдан не қажет етеді, әлеуметтік тұрғыдан не қажет етеді, материалдық тұрғыдан не қажет етеді. Яғни ер азаматтан қоғам ретінде біз әр нәрсені талап етіп үйреніп қалғанбыз. Ал енді жалпы оның толыққанды ер азамат болу үшін оған не керек, оған қалай көмектесеміз, оған қалай қолдау білдіреміз, осы тұрғыдан да көп мәселе көтеріліп жатыр. Әйел кісілер мысалға психологқа барғанын, мысалы 2 жыл болды барып жүргеніме деген сияқты олар ашық түрде айта алады ғой. Ер азаматтар олар айта алмайды, мүмкін ұят деп санайды психологқа бар. Осындай стереотипке не айтасыз? Енді әрине бұл стереотиптің бір ерекшелігі бұрыннан қалып қойған қате түсінік, стереотиптің түсінігі. Бұрыннан қалып қойған қате түсінік болатын болса, ол қазіргі таңда априори дұрыс емес нәрсе. Оны біз бәрі біліп жатырмыз. Бірақ сол стереотиптен шыға алмау проблемасы бар. Сол стереотипті жеңе алмау проблемасы бар. Сол стереотипке қарсы шыға алмау проблемасы бар. Бірақ мына нәрсені айту керек деп ойлаймын. Қазіргі таңда әсіресе жастар деп айтайықшы, жасы 25, 30, мысалы, мен өзім 40-тамын. Бізден кейінгі келе жатқан поколение, олар ол жағынан қатты полиция етпейді. Әсіресе Z поколение дейміз, зумерлер дейміз. Олар мүлдем полиция етпейді. Спокойно психологқа бардым деп айта алады. Бір-біріне психологтарды ұсына алады. Менің психологым бар, мен проблемам бар, кімге барсам екен, мынандай психолог бар, барсайшы, мен барған едім, маған көмектесті деп ашық түрде еркін айтып жатыр. Сол үшін бұл стереотипке тәуелді болып қалған адамдар, ол жасы ұлғайған, біздің қатарымыздағы адамдар болуы мүмкін, бізден үлкен адамдар болуы мүмкін, ондай проблема бар. Ал жалпы артымыздан келе жатқан буында ондай проблема қатты жоқ. Екіншіден, стереотипке тіреліп қалу, стереотиппен шектеліп қалу, бұл самооценкасы төмен адам белгісі. Біреудің ойына, пікіріне тәуелді болып қалу, біреудің сөзіне қаланба деп соған тәуелді болып қалу, бұл самооценкасы төмен адамдардың белгісі. Өзіне сенімді, самооценкасы жоғары адамдар керісінше еркін түрде, ашық түрде айта алады, бардым, сөйлестім, көмектесті, немесе бардым, жолықтым, көмектеспеді деген сияқты, психологпен жұмыс істедім, маған пайдасы болды деген сияқты. Және бұны істеуден ер азаматтар ұялмау керек. Мысалы, сен бір ер азаматта күшті бір барбершоп тапсан, бәріне айтасың ғой, мынандай күшті барбершоп алдым, жақсы шаш алады екен. Күшті бір стол тапсан, айтасың ғой, мына жерде стол күшті екен, машинаны жақсы жөндейді екен деп мысалға да. Жақсы бір жерде демалып қайтсаң, мына жердің гостиницасы, демалыс, соны отдығы мықты екен, барыңдар деп кеңес беремін. Неге? Тура сол сияқты мен психологқа бардым, маған көмектесті, пайдасын тиді деп айтпасқа. Бұған байланысты тағы бір проблема, бұл белгілі бір дәрежеде кейбір ер азаматтарда тәкаппарлық пен менмендікті айтуға болады. Мен шешем, мен білем, сырттағы адам не айту мүмкін деген түсінік бар. И осыған қоса артынан ілесіп кететін нәрсе, психолог өзінің қатесін бетіне басып айтатыннан қорқады. Немесе психолог мені айыптайды, кінәлайды деп қорқады. Бұл өте қате түсінік. Құрметті бізді көріп жатқан оқырмандар, әсіресе ер азаматтар, психолог, мен әрдайым айтамын, айыптаушы, кінәлаушы, бір прокурор, жазалаушы емес. Сен андайсың, сен мұндайсың, сен оңбаған, неге сөйсің, ұрыспайды, қорқпаңдар, келе беріңдер. Керісінше, дұрыс сұрақтар қою арқылы, әңгімені дұрыс жаққа бағыттау арқылы сізге өзіңізге өз қателігіңізді түсінуге көмектеседі. Көруге көмектеседі, және мына жолым дұрыс емес екен ғой, мына әрекетім дұрыс емес екен ғой деп бір тығырыққа тақалған кезде дұрысы қалай? Бұның орнына не істеуім керек деген сіз үшін өте маңызды сұраққа жауап табуға көмектеседі.
Ал әйелінің психологқа барғанын құптамайтын және жібермейтін ер азаматтарға не дейсіз? Бұл түбегейлі комплексі бар ер азаматтар деп айтуға болады. Ол жерде өте қиын жағдай негізі. Әйелінің психологқа бару, өйткені әйелін белгілі бір қақпаққа алып қойған. Сол қақпақтың ішінде екеуі қарым-қатынас тұншығып жатыр. Және әйелі біреумен барып ақылдасып, сөйлесіп, тыңдап, былай болмайды екен ғой, бұл дұрыс емес екен ғой деген ой түсінік қалыптасады деп қорқады. Сол үшін не істейді? Барынша сол қақпақта ұстайды, сол шеңберде ұстайды. Ешкімді тыңдама, ешкімге барма, ешкімге қарама. Мен саған бәрін түсіндіремін. Менің айтқаныммен ғана жүре бер, менің айтқанымды ғана істей бер деген оймен өмір сүреді. Бұл ер азаматтарда өзінде белгілі бір комплекстері бар, қорқулары бар. Көп жағдайларда абьюзер немесе абьюзерлікке жақын ер азаматтар солай істейді. Мысалы, абьюзердің ерекшелігі ол өзінің құрбанын айналасындағы адамдармен қарым-қатынасын шектейді ғой. Анаған барма, мынаған араласпа, достарына азайтады, туысқандарға жібере береді. Әбден жалғыз қалдырып қойды. Өйткені жалғыз өз-өзімен болған кезде онымен манипулировать ету оңай. Оған білгенді істей беру оңай. Ал кішкене жан-жақпен араласып, сөйлесіп, бөлісіп, әңгімелесіп, ой тыңдап, пікір алып, мамандарға жүгінетін болса, ол уже жер табылмайды. Онымен сіз манипуляция жасамайсыз. Сол үшін комплексі бар ер азаматтар, абьюзерлікке жақын ер азаматтар сол әрекетке барады. Егер күйеуіңізде, ер азаматыңызда бұндай шектеулер бар болатын болса, жалпы шектеуге қатты көңіл бөлетін біреу болатын болса, онда потенциально абьюзер болуы мүмкін, өте мұқият болыңыз, абайлаңыз. Онда психологтардың, коучтардың көбеюімен отбасылы ажырасу қоғамдағы көбейді деген пікірге не дейсіз? Келсем. Бұл заңды нәрсе. Өйткені бұған дейінгі біздің отбасы институты дұрыс құрылмаған. Отбасы институты көптеген проблемалар бар. Проблемалардың бір ерекшелігі мынандай нәрседе, сіз оны проблема ретінде көрмеген кезде проблема болмайды. Просто былай қиналып, тұншығып, үйтіп амалдап жүре береміз. Бірақ коучтар, психологтар, тренерлер олар не дей бастады? Әйелді ұру дұрыс емес. Не болды? Ұрып қарым-қатынас құрып жүрген қаншама отбасы ажырасу керек болды. Біз бұған енді дұрыс деп жүрсек, бәрі осы өмір сүріп деп жүрсек, оказывается дұрыс емес екен ғой. Болмайды екен ғой. Мен неге шыдап жүрмін дейді. Бір рет айтады, екі рет айтады, болмаса, қоймаса, түзелмесе ажырасады. Мысалға. Күйеу міндетті түрде әйеліне көңіл бөліп тұру керек дейді. Бұрын көңіл бөлмей, әркім өз-өзімен, әйтеуір барсын, күйеусін, балдар үшін тұрып жатқан отбасылар бар еді. Бұлардың бәрі спокойно өмір сүріп жүрген. Сол проблемаға назар аударған кезде, оказывается, бөлу керек екен ғой. Бәсе маған не жетпей жатыр десем, біз бөтен адам сияқты тұрып жатырмыз ғой. Шын мәнінде айтып жатқан рас қой, нақты біздің жарамызға бір туыс сепкен болады да. Давай бірімізге көңіл бөлейік, сөйлесейік, былай болмайды. Мен өзім әйел ретінде сезінгім келеді дейді. Мәселе көтерілді, келісетіндер бар, келіспейтіндер бар, түзететін бар, түзетпейтіндер бар. Сөйтіп отбасы ажырасады. Тура осылай, ол ажырасады. Бұл неге ұқсайды білесіз ба? Мысалға айтайық, не бар? Ковид кезінде ковид мысалы, қаншама адамда коронавирус шықты. Коронавирустың шыққанына коронавирус кінәлі ма? Или коронавирусты шығарған дәрігер кінәлі ма? Сіз бар тест тапсырасыз, тесттен сізде ковид дейді. Неғып сен мені ковид дейсің, неғып менде коронавирус шығарасың, неғып менде проблема бар деп айтасың, біз оған ренжімейміз ғой. Ол тек қана бар болған ауруды анықтап көрсетіп берді. Енді пандемия болып жатса, бәрі соған жұғып жатса, бәрі сонымен ауырып жатса, сол тест арқылы шығарып, сенде мынау бар деген адамда кінә жоқ. Бұл қазіргі таңда отбасы институты құлдырап жатыр, быт-шыт болып жатыр, бұзылып жатыр. Бұл Совет өкіметінен қалып қойған қаншама үрдістер бар, 90-шы жылғы кризистерден қалып қойған қаншама проблемалар жиналып қалған мәселелер бар. Енді психолог келіп, мынау проблема, мынау ковид, мынау пандемия, мынау ауру деп атаған кезде, атаған адам кінәлі болмау керек. Проблема бар ма? Бар. Алда емде. Болды. Сіз дәрігерге барып, мына жерім мазалап жатыр, қара жеш деген кезде, ол же рак болып жатыр, срочно операция жасау керек десе, оңбаған неге рак деп айтасың деп оған ренжімейсіз ғой? Қайтаға сіздің бар болған проблемаңызды көріп, анықтап, диагностика жасап, емдеу жолын көрсеткен рахмет айту керек. Біз де айтып жатырмыз, отбасы былай болмау керек, отбасы бұны қарым-қатынас болмау керек. Отбасындағы белгілі проблемаларды қолға алып дұрыс шешу керек деп жатырмыз. Оған құлақ асып түзететіндер, отбасы қарым-қатынас одан да жақсартылады, түзетпейтіндер ажырасады. Осы тұрғыда бірақ мына нәрсені айтып кету керек, қоғамдағы белгілі бір уайымдардың да жаны бар.
Бұл не жағынан кейбір коучтардың, дипломсыз мамандардың асыра сілтеп, ғылыми зерттеулерге негізделмеген пайымдауларынан құтылатын отбасылар бар. Мысалға там күйеуін миллион таппаса, тұрмауы мен не аласың дейді. Болды, кетті ол вирус ретінде. Шынымен миллион тұрма, не алып тұрасың? Бірақ қарым-қатынас бұл материалдық нәрсе емес қой. Миллион таппауы мүмкін, бірақ адал болуы мүмкін. Миллион таппауы мүмкін, бірақ бір гүл алып беріп көңіл бөлетін болуы мүмкін. Миллион таппауы мүмкін, бірақ өте жақсы қамқор әке болуы мүмкін. Миллион таппауы мүмкін, бірақ әйелінің ауырған кезде, шаршаған кезде жағдайыңызға көмектесетін адам болуы мүмкін. Біз қарым-қатынасқа қарамаймыз да, ақшамен ғана бағалайтын материалдық қоғамға өтіп кеткеніміз рас. Екіншісі, өзің үшін өмір сүр, өзіңді ғана ойла, өз сезімдеріне мән бер деп айтылып кетеді. Бұны шектен тыс пайдаланып, мен күйеуімді жақсы көрмеймін, барып өзімен бір жігіт тауып алайын. Мен әйеліммен жақсы көрмеймін, барып өзімен бір әйел тауып алайын. Олай емес. Жақсы көрмейсіз, сезімдер жоқ па? Ол сезімді жандандыруға болады. Ауыстыру емес, өзгерту емес, көзге шөп салу емес. Осы жағынан кейбір коучтардың айтып жатқан сөздері шын мәнінде отбасылық қарым-қатынас құртады. Және мысалы кәсіби маман мен кәсіби емес маманның айырмашылығы, кәсіби маман проблеманы анықтайды, шешу жолын ұсынады. Кәсіби емес маман проблеманы анықтайды, шешім ұсынбайды, былықтырып жібереді, и сол проблеманы тап болған қаншама отбасылар бұзылып жатады. Осыған әлеуметтік желіде мен кейбір кезде былай көзім шалып қалады. Немесе оқырмандар жіберіп жатады, мына коуч не деп жатыр, мына кісі не деп жатыр, мына шын айтқан осылай ма, бұлай болмау керек сияқты ғой дейді. Мысалға маман ретінде, эксперт ретінде ойымызды сұрап жатады. Мен қолымнан келгенше оны комментарий беріп, опровержение беріп тұрамын. Жоқ, олай емес, былай деген сияқты. Сосын ол жағынан коучтарды тыңдаған кезде абай болу керек. Жалпы әркімнің өзіндік бір жеке ойы, критикалық ойлауы болу керек. Сонымен ғана сіз кімді тыңдасаңыз да өзіңізге керегін алып, дұрыс қарым-қатынас құра аласыз. Ал қазіргі кездегі мынау көзге шөп салу, одан кейін ұрып соғу, лудомания, есірткіге тәуелділік, ішімдікке тәуелділік, осы жайттарды айта келе, егер осындай болмаса сақтауға болады, егер осындай жағдай болса, онда ажырасу керек деген шешім шығарып жатыр. Жалпы осы атап өткен жандар дейікші, лудоман, ішімдікке тәуелді, солардың болашағы жоқ па, олармен бірге тұрудің қажеті жоқ па? Көп жағдайларда олармен әбден алысып, арпалысып, ары тартып, бері тартып, емдеп түзелмегеннен кейін адамдар ажырасады. Бұл уже өз-өзіне, былай айтқан кезде, өз-өзінен үміт үзген, ешбір түрде жауапкершілік алғысы келмейтін, ол сол болотадан шыққысы келмейтін адамдар. Ол болотада өзі батып бара жатыр, сіз оған тартуға тырысып жатсыз, бірақ белгілі уақыттан кейін егер жібермесеңіз, онымен бірге сіз батып кетесіз. Сосын тарта алғанша тарту керек, шығара алғанша шығаруға тырысу керек. Болмаған кезде, сорри, мен сенімен бірге бататын жағдайым жоқ, сен бірге бататын түрім жоқ. Сол үшін мен бұл қарым-қатынасты ары қарай жалғастырмаймын. Поэтому біз үш себепті айтамыз көп жағдайларда. Бұл тәуелділік, ойын тәуелділігі, ішімдік тәуелділігі, нашақорлық тәуелділік әрбір түрі. Екіншісі бұл қайта-қайта көзге шөп салу. Үшіншісі тұрмыстық зорлық-зомбылық. Осы үш жағдайға тап болған кезде кету, айырылысу, бөлек шығу, бөлек тұру өте маңызды және қажетті қадам. Мені мына әрекетім бұрын егер шыдай беретін болса, көне беретін болса, үндемейтін болса, әйелім кетті, балдарым кетті, мен жалғыз қалдым. 2 апта, 3 апта, 1 ай болды. Былай кете берсе, сотқа шағымданады. Мен мүлдем ажырасып қалуым мүмкін. Бұл көп адамға сигнал болады. Қой, өзімді түзетейін, өзіммен жұмыс істейін, өзімді қолға алайын деген. Егер сол жағынан, ал тұра беретін болсаңыз, ол өзгермейді, ол өзімен жұмыс істемейді. Өзімен жұмыс істеу, өзгеру үшін оған жақсы бір давление керек, жақсы противовес нәрсе керек. Істе, әйтпесе не болады? Жылайды қояды, ренжиді қояды, үндемей жүре береді, өзін білгенімді істей беремін. Ал өзгермесен, әйтпесе семьядан айырылып қаласың, бала-шағадан айырылып қаласың, жалғыз қалып қоясың, түбіне жетесің деген ой бұл адамды өзгеріске итермелеуі мүмкін. Сосын олардың болашағы жоқ па дей алмаймыз, бірақ әр адам өз болашағына өзі жауапты.
Мынандай бір қызық ой бар, жақында оқыдым, кішкене ойландырды. Өзіне көмектескісі келген адамнан артық көмектесе алмайсыз дейді. Потом пока мен осыдан шығайын, құтылайын, менде тәуелділік бар, менде проблема бар, бір нәрсе істеу керек деген бір талпыныс болмаса, оны сіз алып, сенде андай проблема бар, мынандай проблема бар, мынаны түзет, мынаны өзгерт, мынандай жаса деп айтуыңыз көп жағдайларда нәтижесі болады. Ал жаңа миллиондар таппаған еркек дегенді айтып жатсыз ғой. Мысалға, әйелі әлеуметтік желілердегі енді күнделікті бір күйеуі қымбат сыйлықтар сыйлап жатқан әйелдікке қарап қызығуы мүмкін, шетелге саяхаттап жүрген отбасыларға қызығуы мүмкін. Егер соны ер азаматынан талап ететін болса, бірақ ер азаматы бір айлыққа қарап, сол бізге жетеді, тамағымыз бар, киіміміз бар, бүтін деген ойда болатын болса, бұл жердегі түсінісушілік қай жерде, қандай тараптан болу керек? Әйел тарапынан. Күйеу айтып отыр, мен айлығым мынау, мен не істеймін одан, барып не банк ұрлаймыз ба, қылмысқа барамыз ба, жемқорлық жасаймыз ба, не істейміз? Мысалға айтайық, қарапайым мұғалім. Бізде Қазақстандағы жұмыскерлердің көбісі бюджеттік мекемеде жұмыс істейтін адамдар. Мұғалім, дәрігер, среднестатистический, по идее, соларды алу керек. Мысалы, айлығы қанша онда? 300 мың, 400 мың, ладно, әрі кетсе бір миллион шығар мысалы. Оның ипотекасы бар, немесе арендасы бар, балдардың балабақшасы бар, киім бар, мектебі бар, күнделікті қажеттіліктері бар. Қазіргі инфляцияны оған қосатын болса, 1 миллион теңге жетпейді. Бірақ оның фиксированный айлығы. Бірақ мұғалімдік мамандығын жақсы көреді, мұғалімдікті ұнатады, сол арқылы қоғамға, елге қызмет етсем, пайдалы болсам деген ойы бар. Ондай кезде отырып алып, Мальдиваға барайық, шетелге барайық, картие подарить ет, машина сыйла, бизнес-класс квартирада тұрайық деп айтуы, бұл уже әйелдің реальностьтен алшақтап кетуі. Әйелдің іші пісіп зеріккеннен не істеп жатқанын білмеуі. Бұл жағында фантазия жетпей жатыр да. Қарым-қатынастағы ең маңызды нәрсе күйеу мен әйел арасындағы түсіністік, арасындағы сезім. Және бұл сезім материалдық нәрсемен өлшенбеу керек. Бұл сезім материалдық тұрғыдан қарастырылмау керек. Біз мысалға әр жылына 3-4 рет шетелге барып демалып жатқан менің клиенттерім бар. Бірақ қарым-қатынастар бітшіт. Жыл сайын күйеулерінен түрлі қымбат сыйлық алып жатқан менің клиенттерім бар. Қарым-қатынастары бітшіт. Соның орнында қарапайым, бірақ сыйластық ішінде, қамқорлық ішінде, мейірім ішінде, жанашырлық ішінде өмір сүріп жатқан отбасылар әлде қайда бақытты. Сол үшін отбасы болғаннан кейін, егер мынандай нәрсе ғой, егер сіз әлеуметтік желіде біреудің парақшасында кейбір дүниелерді көріп, ол сіздің қызғанышыңызды қоздыратын болса, қалауыңызды қоздыратын болса, реальностьтан сізді алшақтатып жіберетін болса, онда қарамаңыз. Отписаться ет. Неге ғалымдардың открытиялары бар парақша қарамайсың? Неге дәрігерлердің парақшасын қарамайсың? Неге мұғалімдердің парақшасын қарамайсың? Неге білім, ғылым, өсуге, дамуға итермейтін парақшаларды қарамайсың? Бізде әлеуметтік желі арқылы қандай кімге не сыйлады, не берді, бізге неге ондай жоқ деп сағаттап қарайтын адамдар бар, бірақ айына бір кітап оқымайтын адамдар бар. Біз ойымызды, санамызды соны қиялдап кетеміз да, кейбір кезде реальность қабылдамаймыз. Ол адамдардың өмір сүріп жатқан реальность бөлек, онымен жарыспау керек. Сенің өмір сүріп жатқан реальность осы. Сен осы реальностьке қарап, мен қаншалықты бақытты бола аламын. Оның күйеуі күнде миллион тауып жатыр, сенің күйеуің айына миллион тауып жатыр. Отырып алып, екеуін салыстырып, мен де анау сияқты боламын дей алмайсың. Sorry, не то күйеуге шығып қойдың уже. Ал мына миллион теңгемен қалай бақытты бола аламын? Миллион теңгемен қалай өмірімді күшті қыла аламын? Соған егер ойын бағытты алатын болса, негізделетін болса, онда сіз ешқандай қымбат сыйлықсыз да, енді шетелге бармай-ақ та әп-әдемі өмір сүруге болады. Сол үшін бұндай әйелдерге айтатыным, реальностьтан қатты алшақтамаңыз. Күйеуіңіздің реальный мүмкіндіктеріне қараңыз. Және уақытты созып, бүгін емес, бірақ давай бірге үнемдейік, бірге жинайық, бірге біріктірейік ақшаны. Мысалы 100 мың теңге, ай сайын 50 мың, 60 мың, 1 миллион теңге, ай сайын 50 мың, 60 мың, 100 мың теңге жинайтын болсақ, біз жыл сайын бара алмасақ та, 1,5 жылда бір спокойно бара аламыз.
шетелге қымбат отельге бармасақ та среднестатистически бір ел көріп қайтатындай жерге бара аламыз. То есть демалыс ұйымдастыруға болады, барлығын жасауға болады. Еш болмаса, ол да қатты оған келмейтін болса, әйел жұмыс істесін. Әйелдің қалауы. Сіз бірге деп жатсыз ғой, бірақ та қазір мынандай ақылдар айтылады ғой. Ер азаматқа күйеуіңе көмектеспеуің керек, оған артық ақшаң болса бермеуің керек. Ол тапсын, ол апарсын, оның міндеті, оның жауапкершілігі деген. Ол жұмыс істемейтін ер азаматтар туралы айтқан сөздер ғой. Мына жерде мен мысал сразу келді, мұғалім дедім мен. Мұғалім дедім, 500-600 ары кетсе миллион айлық алып жатқан среднестатистик Қазақстан мұғалім. Бұл ешқашан сізге бір байдың өмірін сыйламайды. Сіз тұрмысқа шыққан кезде білдіңіз ғой мұғалім екенін. Ұнамайды ма, кәсіпкерге шық. Кәсіпкер сені алса, конечно. Кәсіпкердің әйелінің өмірін қарап қызығып отыру жақсы, бірақ сен кәсіпкер алатындай әйелсің ба? Жоқ, сен таңдауын жасап қой, мен мұғалімге тұрмысқа шықтым дедім. И ол жердегі материалдық тұрғыдан әдемі өмір көп жағдайларда, оның астарында өте үлкен эмоциональный качели бар. Өте үлкен көптеген изменалар бар. Өте үлкен тұрақсыздық бар. Күшті қымбат сыйлықтармен бөлісіп жатқан әйелдер былай қараған кезде көбісінің жеке өзінің ешқандай дүниесі жоқ. Ешқандай дүниесі жоқ. Күйеуі машина алып береді, сыйлайды, бірақ машина анасының атында. Күйеуі әдемі күшті біздің үйіміз дейді, бірақ үй әпкесінің атында. Күйеуі күшті қымбаттан бриллиант алтын нелер сыйлау мүмкін, бірақ оны жеке бір меншігім ретінде қолданамайсың. Ажырасқан кезде байлардың барлығы емес енді, байлардың барлығы ақымақ емес. Олардан довериемен өте үлкен проблемалар бар. Сол Инстаграмға салып жатыр, көрсетіп жатыр, бірақ на самом деле тікелей өзіндікі, жеке өзіндікі болмауы да мүмкін. Сол үшін әйел ретінде мынандай позицияда болу керек қой. Менің қалауларым, армандарым үлкен. Менде оны іске асыруға потенциал бар әйел ретінде. Сен мұғалімсің, сенің беретіндеріңді мынау тамаша, жақсы, мен сен одан қиналмаймын. Балдарымыз кішкене өсті, аяққа тұра алды, самостоятельный болды. Мен жұмыс істеймін. Кәсіпке икемі бар әйелдер бар. Жаса, істе, тап, күйеуіңді жыл сайын, жылына 3 Мальдиваға апар, жақсы өмір сыйла. Сен қоғамдық жұмыспен айналыс, мұғалім бол, дәрігер бол, елге қызмет ет, ақшаны уайымдама, взятка алатын дәрежеге түспе, өзіңді қинама. Менің қолымнан кәсіпкерлік келеді, ұнайды, мен қымбат өмірді қалаймын, соған қарай талпынғым келеді. Бірақ отбасылық қарым-қатынасқа зиян келтірмейтіндей, күйеу алдында, балдардың алдындағы міндеттері мен жауапкершіліктеріне зиян келмейтіндей, қосымша табыстап, кәсіппен жұмыс істеп. Сөйтсе өзінің арманды іске асыра бер. Өйткені ондай қымбат, бай өмір сүру бұл әйелдің арманы. Күйеуінің арманы емес. Көзге шөп салу мәселесінде ер азаматтардың жауапкершілігі жоқ болуынан ба, не себептен ондай? Жауапкершілік біріншіден жауап жоқ. Изменаның барлығы жауапкершілік жоқтығынан емес. Изменаның барлығы нәпсі құмарлықтан. Адам нәпсісімен қалайды. Нәпсісімен қатты қалаған кезде кейбіреулердің ақылы, санасы дамымай қалса, құндылықтары, принциптері жоқ болатын болса, нәпсінің қалауының артынан еріп жүре береді. Ол измена болады. Но при этом нәпсінің қалауымен жүргеніне қарамастан, әйелдің жағдайын жасайды, бала-шағаның жағдайын жасайды, үймен қамтамасыз етеді, оқуын, сабағын, садигін бәрін төлейді, үйде постоянно четко жүреді. Жауапкершілік тұрғысынан мен отбасына бәрін істеп жатырмын дейді. Сосын бірінші орында ер азаматтарда бұл нәпсі құмарлық. Өкінішке орай, ер азаматтардың нәпсісінің қалауы мен әйел азаматтардың нәпсісінің қалауының арасында айырмашылықтар бар. Бұны бір-бірін түсінбейді. Бұрыннан бастап, мысалға, бізде қазір стоп измена сеніммен байланыс орнату курсы өтіп жатыр да. Осы курсқа дайындалу барысында мен көп зерттеу жүргіздім. Әртүрлі мақалалар оқыдым, кітаптар оқыдым, подкасттар тыңдадым, ғылыми еңбектер қарауға тырыстым, сайттарды іздестірдім. Бір қызық мынандай бір мәселе туындады. Ер азаматтар бұрыннан бері негізі полигамды. Полигамды деген сөз бір сәтте бірнеше әйелмен бола береді. Әр қайсысымен жақсы көреді. Бұрын ол заңды түрде неке деп аталатын. Бәйбішесі бар, тоқалы бар, анау бар, мынау бар деген сияқты. Діни тұрғыдан 4 әйел алуға болады деген сияқты, мысалға хандар, билер атан заманнан бері
ер азаматтарда всегда бірнеше әйел болған. Бұл индустрия заманында 20 ғасырдан бастап 21 ғасырда бұлардың нәрсесі, бұл мүмкіндіктердің барлығы шектелді. Енді не болды? Сіздің бірнеше әйеліңіз жоқ, бірақ сол қалау, сол нәпсі құмарлық қалды, ол еркек өзгерген жоқ. Енді осы тұрғыдан ер азаматтардың сол нәпсінің қалауының шектелмегендіктен соған сәйкес тәрбиелеу керек енді. Соған сәйкес өзгерту керек. Табиғатында болмысын ол бар нәрсе. Қазір жоқ нәрсе. Енді біз қазір зайырлы мемлекетпіз, мүмкіндіктер көбірек, жағдай мүлдем басқаша, оны түсіну керек. Және бұрын ер азаматтардың бірнеше әйелмен үйленуіне әйелдердің өздері заинтересован болады. Мысалға сіз 17-18 тұрмысқа шықтыңыз, күйеуіңіз соғысқа барды, руды, елді, тайпаны, ауылды қорғаймын, қайтыс болды. Жалғыз қалдыңыз. Не істейсіз ары қарай? Бұрынғы замандарда физикалық күш қажет ететін, физикалық қолдау қажет ететін, физикалық қамқорлық қажет ететін дүниеде әйелдің жалғыз болу әйелдің өзіне өте қауіпті болады. Сол үшін емін еркін түрде не істейтін? Спокойно, әмеңгерлік дейміз, басқа дейміз, сол ауылда тұрмысқа шыға беретін. Сол қоғамда ол норма болады. Басқа бір мысал, ер азамат мысалға білет, мен бүгін бармын, ертең жоқпын, күніге шайқас, күніге шапқыншылықтар болып жатыр, әрі бері қырылыстар болады. Өліп кету өте оңай болатын. Адам өліп кету өте оңай болады. Таңертең анаулауға барып, кеше қайта алмай қалуы мүмкін. Өмірім қысқа, тұрақсыз және белгісіз болғандықтан артынан көбірек ұрпақ қалдырып кетейін. Сол үшін бірнеше әйелдер үйленіп, бір әйелмен 3-4 бала тәрбиелегенше 4 әйелмен 12-15 бала, 20 бала тудыра беретін. Мен кетсем де артынан ізім қалсын деген сияқты. Үшінші нәрсе, бала бұл бір жұмыс күші. Бала бұл әскер. Бала бұл кәсіпкер. Бала бұл пайда алып келетін объект болады. Бір әйелден 3 бала, 4 бала туып, содан пайда көргеннен гөрі. Ол әскер болады, соғысқа барады, мал қарайды, дүниеге қарайды, көмектеседі, егіншілікпен, мал шаруашылықпен айналысады деген сияқты. Лучше мен 4 әйел алайын, 5 әйел алайын, әрқайсысын 4-5, 20 баламен. Бірақ кішігірім бір отряд, кішігірім бір армия өздігінен. Yani, сол контекстте, сол заманда көп әйелмен тұру норма болады. Қазір көп ер азаматтар соған сілтеу жасайды да, менің қалауым бар, менің қызығушылығым бар, мен еркекпін, өз нәпсі ақтауға тырысады. Қазір заман мүлдем басқаша. Қазір қоғам мүлдем басқаша. Қазір көп әйелмен тұру қажеттілігі жоқ. Ондай условиялар, ондай шарттар жоқ. Демек, ер азаматтар санасын, ойын, түсіндігін осы бағытқа өзгеріп, қазіргі таңда мысалға мен 4-5 әйелім болсын, ұлдар мен қорғасын деген нәрсе жоқ. Сен мемлекет қорғап жатыр, полиция қорғап жатыр, әскер қорғап жатыр. Қазір ойбай жалғыз қалып қоймасын, біреудің хотя бы 2-3 әйел болса үйленді жүрейік деген бір қажеттілік жоқ. Әйел жалғыз өзі қоғамда емін еркін жүре алады, оны мемлекет қорғайды, жұмыс істей алады, табыс таба алады, бала тәрбиелей алады. Мемлекет бүкіл жағдай жасап қойған. Сол үшін осы парадигмалардың өзгергенін көп ер азаматтар қабылдай алмай жатыр. Сондықтан изменалар көп болып жатыр. Біреулер өзін былай ақтайды, измена жасағаннан гөрі екінші әйел ала салайын. Екінші әйел, үшінші әйел мәселесі бұл легализованный измена. Соған қарау легализованный измена. Егер сенің жолдасының, өмірлік серіктесің көңілі қалайтын болса, көңілі қалатын болса, ренжитін болса, өкпелейтін болса, бар болған отбасының тұрақтылығына кері әсерін тигізетін болса, балалар үшін стресс алатын болса, сен ана жерде официально, неофициально қанша әйел алсаң да, бұның барлығы измена шеңберінде қарастырылу керек. Үйленбей жүрген ер азаматтар көп. Бұрын қыздарға тұрмысқа шығыңдар тезірек деп айтатын еді. Қазір ер азаматтарға қатар айтатын болды жігіттерге. Өйткені 35, уже 40 жаста әлі бойдақ болып, сұр бойдақ болып жүрген жастар көп, жігіттер көп. Енді олардың үйленбей жүруінің негізгі себебі неде деп ойлайсыз? Негізгі себебі неде? Физиологиялық тұрғыдан қарау керек, және психологиялық тұрғыдан қарау керек. Бұрынғы қоғамда ер азаматтардың физиологиялық қажеттіліктерін ерте қанағаттандыру үшін ертерек үйлену керек болатын. Қазіргі таңда жеңіл жүрісті қыздар дейміз ба, жезөкшелікпен айналысатын қыздар, одан кейін некеден тыс жыныстық қарым-қатынас өте жеңіл, қол жетімді болып қалды. Сосын үйленуге мәжбүрлейтін фактор қалған жоқ. Яғни мен жыныстық қарым-қатынас үшін бірінші дәрежеде үйленуім керек болатын. Қазіргі таңда оны былай да шешіп жатырмыз.
үйленемін, миымды қатырады, бала туады, мен ашытады, маған жүк болады деп қарайды да. Мгм. Сосын бірінші фактор ретінде осы жыныстық қарым-қатынастың, қоғамдағы жыныстық қарым-қатынастың қол жетімділігі некені кешіктіріп жатыр. Әйел үшін де сондай, қыздар үшін де сондай, жігіттер үшін де сондай. Не керегі бар? Бәрі нормально ғой деген сияқты. Қажеттіліктерін қанағаттандырады. Екіншісі психологиялық жауапкершіліктің төмендігі. Үйлену қазір уже бәрі түсініп жатыр. Үйлену бұл кайфовать ететін бір нәрсе емес. Үйлену бұл күшті қол ұстасып, керемет романтика өмір сүретін нәрсе емес. Үйлену бұл жауапкершілік. Мен бұл жауапкершілікті қаншалықты кеш алсам, соншалықты жақсы. Алдымен өзім үшін өмір сүрейін. Жауапкершілік, алғысы келмеуі, өзін бірінші орынға қоюы, өз эгосының бірінші орынға қоюы, сол себепті көп жігіттер, қыздар кеш үйленіп жатыр. Бірақ мен мынаны айтайын сізге, қаншалықты кеш үйленсеңіз, соншалықты үйлену қиын. 30-дан кейін это какой-то бір точка невозврата. Одан да көп таңдайсың, одан да аз ғашық боласың, одан да аз сезім болады, одан да аз романтика болады, одан да көп меркантильный бола бастайсың. Уже тек қана оны бір әйел ретінде қарастырмайсың. Несі бар, несі квартирасы бар ма, машинасы бар ма, карьерасы қандай, қанша тіл біледі, не істей алады деген балаға көп критерий болып кетеді. Просто бір ғашық болдым, ұнаттым, үйленіп кеттім деген нәрсе жоқ. Қыздардың жігітке, жігіттерге қыздардың. Екіншісі, кеш үйлену жарайды, окей. Бірақ қартайған кезде в любом случае жалғыз өмір сүре алмайсың. Жастықтың буымен деп ойнап күліп жалғыз жүру оңай. Бірақ уақыт өте келген сайын сен қатарлан үйлену, общий темаларың қалмайды, жалғызсырай бересің, өз отбасына сыймайсың, үйдегілерге сен керек жоқсың, керек болатын бір әйелің ғана, балдарың ғана уже өз отбасын, ол жоқ. Сөзінде жалғыздық адамды ең көп депрессияға апаратын нәрсе. Ішімдікке салыну болуы мүмкін, лудоманияға салыну болуы мүмкін, өмірде бір қызықты адреналинді сондай жолдан іздей бастайды. Сосын бұл ерте үйлену, кеш үйлену өте қауіпті үрдіс. Жалпы бұны мемлекет деңгейінде проблема ретінде қарап, жастардың мүмкін болғанша ертерек үйленуіне атсалысу керек. Кеш үйленулеріне байланысты қосымша зерттеулер жүргізіп, себептерді тереңірек зерделеп, соны болдырмаудың, шектеудің жолдарын қарау керек та, жастарды мүмкіндігінше тез үйленсін. Мысалға 24-25 жасында үйленетін адам баланы ең көп былай іңгәлап, жылап, түнімен ұйықтамай, мазасыз жүретін кезеңді сіз 25-30 жасында өткізесіз. Ал сол кезеңге сіз 40 жасына тап болсаңыз, 45 жасына тап болсаңыз, нерві жетпейді ма баланы жылағаны? Денсаулық жетпейді ма баламен арпалысып жүруге? Күш жетпейді ма баламен давай 12 деген кезде, өзін қартайған кезде? 25-30, мысалы 25 жасында орталмай үйленді, 40 жаста сенде подросток балам бар. Бірақ 40 жаста сен де есейіп жатсың. 40 жаста сен подросток баламен көп нәрсе үйрете аласың, түсіндіре аласың, ол үшін әлі авторитет боласың. Қартайып кеткен жоқсың, оның темасын түсінесің. Балан 25-30-ға келді, оған өмірде поддержка бере аласың, бола аласың, қолдау бере аласың, бағыт бағдар бере аласың, сені более-менее тыңдайды. Жасың 50-60-та болса, балан 15-20-да болса, онымен общий диалог 0 ғой, ешкімге сөйлесе алмайсың. Сол үшін кеш үйленген сайын бұл денсаулыққа да зиян, бала тәрбиесіне де зиян, әйелмен қарым-қатынасқа да зиян, қоғамға да зиян деп айтуға болады. Ал сіз құрған отбасы академиясын оқып, дайындықпен үйленіп жатқандар көбейді ме қазір? Иә, бізде қазіргі таңда бізде 3000-ға жуық уже неміз бар, академияда тіркелген студенттеріміз бар. Әртүрлі отбасылық курстарды қажеттіліктеріне қарай алады, оқиды, үйреніп жатыр, білім алып жатыр. Кейбіреулер бойдақ ретінде оқып жатыр. Мен сапалы отбасы қарым-қатынас, дұрыс жар таңдауды үйренгім келеді деген сияқты. Кейбіреулер үйленгеннен кейін құрып жатыр, өтіп жатыр, курстарды сертификат алып жатыр. Сол үшін бұл бізді өте қуантады. Менің ойымша біздің ең сәтті, ең дұрыс, ең жақсы, ең пайдалы жобаларымыздың біреуі бұл осындай отбасы академиясын құру. Сол академия арқылы қарым-қатынастың қалай болатынын үйренеді. Бұл ана неге ұқсайды ғой, мысалға гипотетически анаған қарап, мынаған қарап, бәріміз примерно машинаны қалай айдау керектігін білеміз. Бірақ по факту машина айдауға отыруға кіріскен кезде қаншама нюанстар бар, детальдар бар, ерекшеліктер бар, ережелер бар, знактар бар екен, миымыз ашып кетеді. Ал сол үшін бізді мемлекет не істейді? Заңды түрде оқуға міндеттейді.
оқы, білім ал, нюанстарын біл, қай жерде тоқтау керек, қай жерде уступать ету керек, қай жерде сен главныйсың, қай жерде ол главный, бәрін үйретіп тастайды. Еще сынақ тапсырамыз, еще практикасын көрсетеміз. Содан кейін барып нормальный жол жүре алады. Отбасы академиясында басты мақсаты сол: жұптарға отбасылықтағы нюанстардың барлығын үйрету, түсіндіру, көрсету, қарым-қатынас барысында, процесінде қақтығыстарды барынша азайту. Сіз бір ретте бір подкастта айтқаныңызды білем. Жаңа қыз сізге сұрақ қойды. Бір қыз: әкемді көрген жоқпын, әкесіз өстім, одан кейін мен қиналдым, одан кейін әкемді іздеп таптым, бірақ ол мені керек еткен жоқ деп. Ол қанша енді жас шамасы 30-тан асқан болу керек. Сол келіншек енді өзі отбасы болса да, бала шағасы болса да, әкемді іздедім, әкем маған керек болды деп жылап тұрды. Сол кезде сіз солай айттыңыз: керек емес, ол сені керек етпеген адам деген. Осыны ашып айтып беріңізші. Негізгі баланың өміріндегі маңызы әкенің. Баланың өмірінде әкенің маңыздылығы өте жоғары, даже орны толмас деп айтуға болады. Әке балаға сенімділік береді, әке өмірге құштарлық береді. Әкесі бар, әке тәрбиесімен өскен балдар жігерлі болады, одан кейін тәуекелге оңай барады, қорқу сезімі төмен болады, өзіне сенімділігі жоғары болады. Әке осын береді. Әкесі бар балдардың, былай айтқан кезде, әке мен ана екі қанатпен ұшу бөлек, бір қанатпен ұшу бөлек. Мысалы, әкенің жоқтығын еш нәрсе толтырмайды. Кейбір адам айтады: мен әкем болмаса да жетістікке жеттім. Менің әкем болмаса да жетістікке жеттім дегенді былай бағалау керек: менің әкем жоқ, мен осындай жетістікке жеттім. Әкем болғанда осындай жетістікке жеттім дедім. Я, сен жетістікке жете аласың, табысты боласың, қоғамда өз орнын таба аласың, вообще проблема жоқ. Yani адамның өзіне байланысты. Бірақ әкесіз көбірек жұмыс істеу керек болады, көбірек қиналу керек болады. Осыған қиналып жетесің. Әкем болатын болса, осы жетістікке тезірек жетесің, оңай жетесің, даже одан да асып түсе аласың. Сол үшін әке өте маңызды. Бірақ әкенің бала тәрбиесіндегі рөлі, баланың өміріндегі рөлі деген кезде көбісінің қате түсінігі: мен әкемді іздеп баруым керек деп түсінеді. Ол үшін емес. Әкелер жауапты болсын, әкелер балдарын тастамасын, әкелер үнемі балдарына қоғамдық білдірсін деп, әкенің бала тәрбиесіндегі рөлінің маңыздылығы бұл әкеге айтылып атқан нәрсе, балаға айтылып атқан нәрсе емес. Көбісінің нюансы осы нюансы көбісі түсінбейді. Әке маңызды екен ғой, менің де әкем бар еді, қайда, қашан, 5 жасында тастап кетті, анамды ұрып соғатын еді, ішетін еді, бізді үйден қуатын еді, қой, мен өзімді бір самооценкамды көтеру үшін әкемді барып іздеп тауып алайын, соны бір жолғайын, соны бір көрейін дейді, іздеп барады. Бұл қате үдеріс. Екіншісі, әкенің физикалық тұрғыда, физикалық қалпында бар болуымен міндеттерді атқара отырып бар болуы да екі нәрсе. То есть отбасындағы бар болған әр әке толыққанды әкелік міндетін орындалды деп айта алмаймыз. Кейбіреулер наоборот баласына кері әсерін тигізеді, баласына травма береді, баласына зиян келтіреді. Онда әкелерден аулақ болу керек. Сол үшін әкенің физически бар болуы мен әкелік міндетін орындау екі бөлек нәрсе. Әкелік міндетін орындамады, бірақ физически бар ма, жоқпен бірдей. Әкелік міндетін орындады и физически бар болғандықтан осы туралы біз айтып жатырмыз. Сол үшін андай ішіп кеткен, қуып кеткен, шешемді ұрып соғатын, наркоман болып кеткен, басқа елге кетіп қалған әке, ол физически даже ол бар болса да әкелік міндетін орындаған жоқ, одан пайда жоқ, оны іздеме, оның артынан жүгірме. Оның еш керек жоқ, саған пайдасы жоқ ол адамның. Андай ғой, мысалға, көлік бар, бірақ көліктің моторы жоқ. Сіз жүрсіз: мен әдемі көлігім бар, менің көлігім бар, мен көлікке отырдым, қараңдар, менде де көлік бар, менің көлігім, қараңдар, мен жуып қойдым, тазалап қойдым. Одан не пайда? Моторын от алып жүре алмайтын болса. Одан не пайда? Көлік ретінде міндетін атқармайтын болса. Одан не пайда? Ол сенің қажетіне жарамайтын болса, точка А-дан точка Б-ге апармайтын болса, қыстың суығында жылытпайтын болса, жаздың ыстығында кондиционер қосып суытпайтын болса, то есть міндеттерін орындамаса, қаншалықты әдемі, мықты, күшті көлік болса да пайдасы жоқ. Біздің де айтқымыз келіп жатқан нәрсе сол. Әке болу бөлек, әке ұғымы бөлек. Әкенің физически бар болуы бөлек, міндеттерін орындауы, әкелік міндеттерін орындауы бөлек. Осы екеуі ұштасқан кезде ғана баланың өмірінде
шын мәнінде үлкен серпін береді, үлкен өзгеріс енгізеді, баланың үлкен жетістіктерге, табыстарға жетуіне септігін тигізеді. Сол үшін сізді әкеңіз тастап кеткен болса, іздемеген болса, қарамаған болса, оған сіз кінәлі емессіз, оған сіз жауапты емессіз. Әкелерді іздеудің керек жоқ. Бірақ әке, мен осындай мүмкіндікті жоғалтып алдым. Оказывается, менің ролім осыншалықты маңызды екен ғой. Оказывается, мен семьяны баланы тастап кеткен кезде, оған көңіл бөлмеген кезде, онымен сөйлеспеген кезде осыншама нәрседен айырып жатыр екенмін. Соны түсінсе екен, соны ұғынса екен деген оймен айтып жатырмыз. Сол кезде қой құрсын, мен әшейін жай бір әке емеспін. Мен баланың өміріне осыншалықты әсер ете аламын. Барымен әсер ете аламын, жоқ болуымен де кері әсер ете аламын деп түсінсін деген оймен әкенің рөлі деп жатырмыз. Ал енді әкесіз өскендерді қоғамдағы төмендету мәселесін айтайықшы. Мысалға, бізге бір осы тектанушы қонағымыз келген кезде айтты да, алдына ер азамат жылап келген жігіт, өйткені қыздың әкесі, сен әкесіз өскенсің, әке тәрбиесін көрмегенсің, мен сендей адамға қызымды бермеймін деген екен. Сөйтіп сондай төмендету енді қоғамда көріп жүрміз ғой, өте көп әкесіз өскенсің деген сияқты. Бұндай жағдайда не айтуға болады? Біріншіден, адам мен адам бір-бірін теңестіреді. Адам мен адам. Мен жоғары білім бар, сен жоғары білім бар, мен осындай құндылықтарым бар, сен осындай құндылықтарың бар, мен осынша табыстағам, мен осынша табам, мен мына жетістікке, мына жерге болды. То есть теңестірген кезде, салыстырған кезде адамның өзі әсер ете алатын, өз еңбегімен қол жеткізген дүниелермен теңестіру керек, салыстыру керек. Мысалы, бір адам бар, барлық нәрсеге өзі қол жетті, бірақ мысалға деңгейі мына жерде. Бір кісі бар, сыртқа қараған кезде деңгейі мына жерде, бірақ еш нәрсеге өзі қол жеткізген жоқ. Дайын бәрін әке-шешесі жасап берді, дайындап берді, реттеп берді, креслосын алып берді, сен әшейін отыра бер деді. Мысалы, лауазымы бар, міндеті бар, танымалдылығы бар, бірақ өзі бір күн қиналып бір жұмыс істеп еңбектеніп көрген жоқ. Мінез тұрғысынан қарайтын болсақ, мына баланың мінезі әлдеқайда мықты ғой, мына кісінің мінезі, мына қыздың мінезі әлдеқайда мықты ғой. Бұл жігерлі болады, бұл жетістікке аш болады, бұл өмірге құлшынысы жоғары болады. Өйткені дайын ештеңе келген жоқ, және әр нәрсені көбірек бағалайды. Теңестірген кезде осы нәрсені теңестіру керек. Сен қандай семьядан шыққанын, әке-шешенің бар болмағанда сенің ешқандай әсерін жоқ қой. Сен әке-шешең ажырасқанда сақтап қалдың ба, қосылып қалдың ба, сен үшін олар бірге тұрып жатыр ма, саған ешқандай қатысы жоқ. Әке-шешенің лауазымы, байлығы, жағдайына сен ешқандай қатысы жоқ. Поэтому ол адаммен салыстырылатын нәрсе емес. Олай салыстыратын тек қана ата-анасымен, семьясымен, отбасы бүтіндігімен қарайтын адамдар, бұлар адами құндылықтарды бағалай алмайтын адамдар. Керісінше, ондай қыздар, ондай семьядан қыз алмау керек. Керісінше, ондай семьялардан туыс болмау керек. Олар ертең сенің жігерлігіңді, еңбегіңді бағаламайды. Олар сенің статусыңды бағалайды, сен сыртқы көріністі бағалайды. Үнемі сенен ұялып қысылып жүретін болады. Сол үшін енді толық отбасылардың барлығы ондай емес, бірақ арасында осыншалықты тәкаппар, менсініп кеткен, адам менсінбейтін семьялар шығып тұрады. Просто сен не то есікке кіргенсің да, ойбай кешіресіз де, жапта бұрылып кете бер. Жылайтын, қайғыратын нәрсе емес. Адам ешқашан қолынан келмеген нәрсесі үшін жыламау керек. Сен әсер ете алмайтын нәрсеге жыламау керек. Әкең жоқ, сенің қолынан келмейтін нәрсе жоқ ол. Әкең қайтыс болды, тастап кетті, ажырасып кетті, сенің кінәң жоқ, неге жылап жатсың? Значит, мен просто не то адамға тап болдым, и болды, тастай салу керек, қарым-қатынас үзу керек. Самодостаточность және самоценность деген түсініктер бар да, өзін-өзін құнды санау және өз-өзіне жеткілікті болу. Осы перспективадан қараған кезде сіз наоборот өзіңізді жоғары санайсыз, ешқашан ешкімнің алдында комплексовать етпейсіз. Ал кімге енді қыз бар ғой ортада, қыз бар. Значит, сіз қызға өзіңізді дұрыс таныта алмағансыз. Значит, қыз сізді әкесіне дұрыс таныта алмаған. Значит, араныздағы махаббат деген сезім или өтірік, или өте төмен деңгейде. Өйткені егер қыз сізді жақсы көретін болса, қыздың әкесі ешқандай оны сөз айтпайтын еді. Нақты мына мысалды келтіретін болса. Қыз мен мына жігітті таңдадым, жақсы көремін, сонымен бірге болғым келеді деп әке-шешесін көндіретін болса, әке-шешесі де 1 грамм қыздың сыйлайтын болса, жігіттің бетіне ешқашан олай айтпайтын еді. Осы тұрғыдан қарау керек та. Айтады қандай, мәселе генералдың әйелі болуда емес дейді. Генерал біреу, әркім оның әйелі бола бермейді. Мәселе
генерал бола алатын әскер мен әйелі болу. То есть рядовой әскерде генерал болу потенциалын көріп үйлену. Мынау ертең бірден тез шығады, мынау бір жерге жетеді, мынаның болашағы бар деген сияқты. Әйтпесе генералға тұрмысқа шығу оңай. Қонақтардың барлығынан өзінің әкесі туралы сұраймыз. Сіз өзіңіздің әкеңізден үйренген ең маңызды нәрсе не? Әкеңіз қандай адам? Жалпы менің әкем өте ерте жаста қайтыс болды. Сондықтан мен белгілі бір дәрежеде әкесіз өстім. Бірақ кішкентай кезімнен қалған естеліктерім әкем туралы тек қана жылы естеліктер. Әкем үлкен не айдайтын, КамАЗ айдап, дальнобойщик болатын, ұзақ сапарларға баратын. Сол үшін көп уақыт болмайтын да. Бірақ келген кезде келуін асыға күтетінбіз. И келген кезде мен есімнен жаңағы садикке, балабақша келеді. Сол жерде мені алып кетеді. И үлкен КамАЗ, үлкен рульдің алдына мен отырғызып алатын. Сөйтіп біздің тұрып жатқан ауылды айналып жүретінбіз. И сол кезде мен өзімді былай ерекше бақытты сезінетін. Бүкіл ауыл менің аяқ астымда сияқты, бүкіл ауылдан өзім жоғары сияқтымын. Биік мәште ғой, шығасың, мінесің, рульді ұста дейді, өзі газды басып тұрады, мықтылап тұр, барасың, келесің. Сондай естеліктер есімде қалған. Өзінің былай бір сөйлесіп, әңгімелесіп, бір насихат айтып, қатты бір сөзге жоқты, өте былай тұйықтау, жауап болатын. Мамам керісінше, мұғалім, экстраверт, қоғамның алдында, кластың алдында сөйлеу, бізге содан дарыған шығар. Бірақ өзінің сол қарапайым кішіпейіл мінезімен өте ақ көңіл болатын. Ешкімге былай жоқ демейтін, ешкімнің бетін қайтармайтын, кім қайда, қандай жұмысқа, қандай көмекке шақырса, барып кете салатын. Сол қасиет маған ұнайтын. Адамдарға жоқ демеу, барынша қамқор болу, барынша көмектесуге тырысу әрекеті мен үшін ұнайтын. Егер өмірде ұзағырақ болған кезде, біздің өмірімізде көбірек болған кезде, әлде қайда көп жақсы нәрселер үйренуге алуға болатын еді деп ойлаймын. Ал енді өзіңіздің балаларыңыздағы бала тәрбиесіндегі ұстанатын ұстанымдарыңыз қандай? Белгілі бір ережелер, белгілі бір тәрбиенің бағыты бар ма? Мен де әкем сияқты жоқ дей алмайды екенмін. Балдар не сұраса, не еркелетсе, не қаласа, нені ойнайық десе, маған балдарыма жоқ деп айту өте қиын. Мен хотя бір мысалға футбол ойнайықшы дейді, барынша ойнай алмасам да бір 5-10 минут доп теуіп тұрайық, кішкене сен воротаға тұр, кейін воротаға тұр, ойнай тұрайық деп уақыт бөле алады екен. Бір жерге барайық, қыдырайық дейтін болса, бетін қайтармауға тырысам, жоқ демеуге тырысам. Және әкем сияқты балаларыма тосын сыйлар жасағанды ұнатады екен. Күтпеген жерден бір сюрприз болатын нәрселерді ұстанам. Но при этом қағида ретінде бірінші орында бізде сабақ. Балдардың бәрі соны біледі. Садикке баратын баладан 7-ші классқа өткен қызымызға дейін барлығы сабақ бірінші орында. Біз даже жазғы каникулда балдар күнделікті сабақ оқиды. Сабақ оқиды, жұмыс істейді, тапсырма жасайды, есеп шығарады деген сияқты сабақ бірінші орында. Екіншісі, әрқайсының жеке бір қабілеті, қызығушылығы болу керек. Басқалардан ерекшелендіретін. Үйірме арқылы, қосымша сабақ арқылы, олимпиада арқылы басқалардан ерекшеленетін бір қасиетің болу керек. Басқалардан сені артық қылатын бір қасиетің болу керек. Жеке қызығушылығың болу керек. Соған көңіл бөлеміз. И үшіншісі бұл күнделікті режим, тәртіптегі дисциплина. Кешкі сағат 8-де, 8:30-да біздің балдар ұйықтайды, таңғы сағат 6-да тұрады. И бұл туғаннан бері почти осындай тәртіп, осындай режиммен. Демалыс демей, сабақ демей, каникул демей, жаз демей, постоянно осы режиммен жүреді. Бұл олардың денсаулығының, психикасының сау болуының негізгі кепілі болып табылады. Дұрыс ұйқы және дұрыс тамақтану мәселесі. Осыған біз ерекше көңіл бөлеміз. И соңғы нәрсе қағида ретінде бұл отбасыңызбен бірге міндетті түрде қуанышты және қайғылы сәттерде бірге болу. Біреу жарысқа қатысып жатса, бірге барып қолдаймыз. Біреу бір жарыстан жеңіспен келсе, қолдаймыз. Біреу бір жеңіске жете алмай қалса, мұңайып жатса, жылап жатса, бәріміз бірге барып, оны құшақтап, қастан тауып, оны жұбатамыз. Біреудің басына ауырып жатса, міндетті түрде бәріміз оған көңіл бөліп, көңілін көтеруге тырысамыз. Даже кішігірім концерт қойып беруіміз мүмкін отбасымызбен. Сол үшін, яғни қайғыда да, қуанышта да бірге болу, бір-бірін қолдап отыруды негізгі қағида ретінде
қойып жатырмыз. Әлеуметтік желіден сіздердің отбасыларыңызда отбасылық күн бар екен білеміз, әр Иә. жексенбі. Сол отбасылық күннің маңызы, оны қалай өткізесіздер, сол туралы айтып беріңізші. Отбасылық күн өте маңызды. Отбасылық күн бүкіл отбасы мүшелерінің күтетін, сол жерде ерекше позитивті энергиямен, көңіл күймен алмасатын және келесі аптаға белгілі бір дәрежеде энергия заряд алатын момент. Ол міндетті түрде аптасына кем дегенде бір рет болып отыру керек. Мысалға аптаның ішінде біз қазір подкаст жазып жатырмыз, иә. Жұмыс болады, қарбалыс болады, жүгіріс болады. Біздің балалар ерте жатады, толыққанды, постоянно бірге уақыт өткізу мүмкіндігі бола бермейді. Бірақ бәріміз білеміз, сағынышымызды жексенбі күні басамыз. Бәріміз білеміз, сағынышымызды жексенбі күні басып бірге күшті уақыт өткіземіз. Соған бәрі күтеміз, соған ынталандырамыз. Своего рода бір стресс шығаратын, бір релаксация болатын, бір жеңілдеп қалатын, бүкіл апталық оқу жағынан, жұмыс жағынан, күнделікті өмір қарбалыс жағынан бір жеңілдеп қалатын, рахаттанып қалатын бір күн. Соны барлық отбасы мүшелері білгендіктен соған ниеттеледі, соған дайындалады, соны күтеді, сол болған кезде деп жеңілдеп қалады. Егер адамның өмірінде, баланың өмірінде ондай күндер болмайтын болса, ондай моменттер болмайтын болса, бұл стресс накопительный эффект болады, жинала береді, бала ашушаң, көңілсіз, мазасыз, агрессивті, ынжық, тұйықталып кетуі мүмкін. И біз түсінбейміз, вроде бәрі нормально ғой, не болып отыр, ұрып жоқ, соғып жатқан жоқпыз. Бірақ отбасылық күн бар ма? Жоқ. Баланың демалатын бір сәті бар ма? Жоқ. Баланың ата-анаға полностью тоятын бір сәті бар ма? Жоқ. Не дейсіз енді? Соның бәрі жиналып, мынандай бір хоп деген проблемаға алып келіп жатыр. Қалай өткіземіз? Оны біз жұма, сенбі күндері жоспарлаймыз. Маңызды шара болатын болса, аптаның басынан да жоспарлауымыз мүмкін. Осы демалыс күні Бурабайға барайық. Мысалы, осы демалыс күні Балқашқа барайық. Осы демалыс күні паркқа барайық. Осы демалыс күні үйде өткізейік деген сияқты. Ауа райына байланысты, жұмыс ретіне байланысты сол жоспарлаймыз. Мысалға, осы демалыс күні біз үйден көрпеше, кішігірім кілемдер алып, Астана орталық саябаққа бардық. Орталық саябақ әп-әдемі, ауа райы тамаша, біраз адамдар қыдырып жүру ішінде. Именно андай бір аттракцион, ойын күлкі жағы емес, мынау жүретін, жүгіретін, бір ормандау, ағаш көбірек жерге бардық. Сөйтікте әрқайсының біреуінің футбол бар, біреуінің скейті бар, біреуінің самокат, велосипеді бар, біреуінің жайшының қолында семечкасы бар деген сияқты. Бәріміз серуендеп әбден қыдырдық. Одан кейін әдемі бір жерге кілемімізді, көрпешемізді төсеп отырдық. И сол жерде ойын, күлкі, ән, фотосессия, тикток, ролик түсіру, бір-бірімізді тыңдау, жиналып қалған әңгімелерімізді тыңдауды айтып тыңдай бастаймыз. И сол жерде бір-бірін тыңдау мәдениет үйретеміз. Бір-бірінің сөзін бөлмей, әпкен айтып болсын, болдың ба, жақсы. Енді тоқта, енді сен айта ғой. Айтып болды, кімде қандай сұрақтары бар, енді мен айтам деген сияқты. Кәдімгідей қоғамдық өмірде қажетті дағдылардың барлығы осы отбасы шеңберінде балаларға толықтай беріледі, сіңдіріледі, сол арқылы бала қоғамдық өмірге дайындалады. Күндіз таңғы сағат 11-12 шамасында бардық, кешкі сағат 6 шамасында қайттық. Уақыттың қалай өтіп кеткенін байқамай қалдық. Тағы да көбірек уақыт болса екен деп, соны қайтаға қалап отырдық. Яғни көбісі ойлайды, отбасылық күн деген бір ақша құртатын, кафеге баратын, киноға баратын, мегаға баратын бір күн деп. Олай емес, өте қарапайым, қолжетімді, тегін жолдармен де керемет бірге уақыт өткізуге болады. Қазір енді сізді бүкіл осы еліміздегі әкелер тыңдап отырса, не айтатын едіңіз? Әке болудың ләззатын сезініңіз. Әке болудың кайфын сезініңіз. Егер шын мәнінде әке болудың ләззатын толыққанды сезіне алсаңыз, еш нәрсеге оны ешқашан алмастырмас едіңіз. Толыққанды әке болу ләззатын, кайфын сезіне алсаңыз, әкелік сезімін толық сезіне алатын болсаңыз, өмірдегі ең бақытты адам ретінде өзін санайтын едіңіз. Әкелік сезімін сезіне алсаңыз, отбасыңыздың бақыты, қамқорлығы, қауіпсіздігі, болашағы үшін және отбасыңыздың тұрып жатқан еліміздің бақыты, қамқорлығы, қауіпсіздігі үшін аянбай күндіз түні еңбек етер едіңіз. Әрбір ер азаматқа әкелік сезімін сезіну бұйырсын деп айтамын. Көп рахмет ержан мырза. Келіп уақыт бөліп осындай тұшымды әңгіме айтып, сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін сізге алғысымыз шексіз. Сізге көп рахмет. Осындай өзекті тақырыптарды көтеріп, қызықты сұрақтар қойып, жақсы бір сұхбат ұйымдастырғаныңызға. Біздікі келіп айту, әйтеуір тыңдап жатқандардың хотя бы бірен сараны құлақ асып, өміріне бір өзгеріс енгізетін болса, бізді ерекше қуанышты боламыз. Негізгі миссиямыздың орындалғаны болып табылады.
жобаңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен шығарылымымыз аяқталды. Егер ұнаса, пікірлеріңіз болса, жазып, лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар.